Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін суретті қию туралы көрсететін боламын. Мен суретті қиюдың әркім өзінің фантазиясына қарай бірнеше тәсілдері бар. Мысалы, мен фигура дегеннің ішінен не жерде жаңағы обрезать, обрезка, не бізде жаңа обрезка, өшіру, тағы инструменттерінің ішінен ластикпен алып, ластиктің көлемін үлкейтіп, мысалы 200-де қойын. Ол үшін суретімізді жаңағы отыруымыз керек. Так, біз мына суретті ерекшелеп қояйық. Мына суретті өшірушіне ластик 200 үлкен болып кетті. Бізге мысалы 50 дейік. Өшіргішпен бүйтіп өшіріп отыруымыз керек. Бұл енді үлкен уақыт алады. Бұл кішкене уақытты жейтін тәсіл. Келесі тәсіл бар. Мен өзімнің қолданатын тәсілім. Ол тәсіл өте ыңғайлы, өте жылдам. Ол жаңағы мына жерде бізде свободная форма, кривые базы, художественное оформление, перо, тағы басқалар. Соның ішінде кривые, кривая через 3 точки дегенді таңдаймын мен. Мысалы, міне. Енді мына суретім сіздерге жаңағы сызығын анық көріну үшін сызықтың түсімен сарыға бояп қояйын. Енді сызығым үзіліп кетпеу үшін мына жерде сызықта точка пайда болады. Соған мышканы апарсаңыздар, астыға қараған стрелка шығады. Сол кезде мышканың сол жақ батырмасын басасыздар да мынаны түзеп отырасыздар. Мысалы, границаның бойымен түзеп отырасыздар. Басқадан кейін. Мына секілді артық кетіп қалып жатса, оған қиналмаңыздар. Фигура дегенге барасыздар да точкаға басу арқылы мынаны сызықты жылжытуымызға болады. Мына суретті мен мысалы интернеттен алдым. Енді өзімнің фотомды қиып жасауға ыңғайсыздандым да, басқа біреудің суретін алсам, ол тағы да үлкен әңгіме. Сондықтан мына сияқты клип-артпен осы корылдырау сияқты жасалған суретті алып отырған себебім сол. Бәр фотоны тура осы тәсілмен қиясыздар. Мен қазір сызықты барлығынан жүргізіп шықтым. Енді маған қию керек. Ол үшін істеуім керек. Мен сурет анық көріну үшін арт жағына секілді 4-5 фон қойып, бояп қойғам. Чтобы сіздерге сурет анық көріну үшін. Енді мынаны жаңағы біздің сызығымызбен суретті бірге ерекшелейміз. Сызығымды бір рет бастап ерекшеледім. Енді shift батырмасын басып, арт жақтағы суретті ерекшелеймін. Екеуі ерекшеленді. Немесе екінші тәсіл бар. Мынаның екеуін бірақ қоршай салу. Сонда мендегі мына сызық және сурет ерекшеленді. Енді мына жерде мынандай пересечение деген бар. Осыны басатын болсақ, жаңа сызықтың көлемі бізге суретті қиып береді автомат түрде. Көрдіңіздер ма? Раствоение автонастройка қоямыз. Немесе мынаны полностью салып шығуға болады. Көп болса бір 20 минут уақыт кетеді ол. Түсінікті деп ойлаймын. Әзірге осындай практика жұмыс жасап көріңіздер.